Сегодня мы побываем в одном из самых отдаленных сел Горного Улуса – Ортосурт, у приемной семьи Яковлевых. С первых минут мы погрузились в очень теплую и дружескую атмосферу, созданную Людмилой Ильиничной вместе с родной дочкой Аней и приемными сыновьями Джулусом и Алешей. Людмила Ильинична работает в детском саду. Владимир Афанасьевич трудится электромонтером уже много лет. Би Яковлевтер декергеттере Людмила Владимир декергеттере 1909 сыллаққа ғыл болбуппут. Оны 6 оғылақпут. 4 бәбіт оғылар бұд, 2 қыра уалаттар бұд приемнайдар. Бұл бейетті ұлыған декергенмет, үс сеннәқ бет, кыргыттар сеннер бет. Улыған ол бұд Афоня. Семьялары бұл олар. Кене туғын газ өрәған, үрдік өрәған бітерен сақатырансыз нефти газға мастерынан үлелейдер. Кергені бұл бақа пағоду күйін көрін олар. Семет Вероника ден аттақ. 2 сағын доллары жүға ата. Антон бұлған қыз бұп бар Аня. Бұл сол бұд Виталий. Әме ғыл бол бұта қорақ қалар олар. Кәнгені сақая, оны өті идақ қыстақтар сонышқа ден. Кене бұйыл үрдігер ғабитер яқта сұбыпыға автодорожны өреға үрдігер ғабитерер. Онтан қыра қыз Алина кене әме ғыл бәдестәқ қалырыр. Кәнгені Андрей қыстақтар. Отоған бұл ғамы ұлған семіп болар. Валерия ден атта 2 сағын тол бұта. Алина вот әме үрдігер ғабитер біте, зұпыны инженерно-технический институт әуін ден тоғын бітер біте. Бі декерген оттон 2-10 сыллаққа айын бұл оғылар бұд ұларға бағарым бұд. Бі еккен ұлған декергенге өскі әппіт ол жалын. Ол ең әлбәқ оғылалық қаденеттен өссе бей оғыларға кергенім основном қаябыта тыл көтек біті. Оғықыры оғынады ден. Оғылар бұд ұжы ұлатанлар бар-баран қалбыттыры өрәққа. Үйен кеттерен қыз бұтынан бәбетер болан қалып бұд. Онына оғылар бұтын ұлар бұд демет бағарынан бұд. Хайын бәсейгар қораққа оғы 2 олаттар балалар ден істемет. Әміске бағайы спонтанолық түрген бады бұхарынан мұт. Хайын де баран олаттар бұдын ұла бар бұд. Анты бастан қыратығыр қаттарға сүйіппет, білі апекағайын хеджі бұд, документ қымы яғыныгар үрбіппік көпіппет. Антын сразу дома лютке бар бұппет оғылыр көрі. Онына көрі бар бұппетігар оғылыр жағал бұттар еккенлерін. Онына үләйттері қалан бербіттірі. Кірі баға еткәм оғылыр кәлбіттері. Еккен көрі тұразы хөбілі әбіппет. Жолыс меға разы құдақтары түспіті. Кірі ол папатығыр құдақтары түспіті. Оннықте түрден өр бағалар бұппыт. Бісәммет. Онтан жағасынығар ұлабыт темет оттан. Ата менен неке бәйім қаддары түйәммен нар түйір бол бұдым. Оғыл 2 толы 2 боллақ, толы беременнейді, толы қадды. Нар оғылар бұн түйір әтім. Тікті байтық, қаддақ болы бұны дем бәйім. Наға соғай бұдым. Уже бейі жебет дегер кейден өрілері. Білін әңі дылыттын. Мама, папа сразу, мама да папа болтырылық. Олық, хама екенілер мамалабытты папалылар. Ата білінтін кыра ол бейден ағасы идағатынлар бұтығар. Жолыс бала үйін саңат ол бұдеті. Жолыс саңарар ағайты, нүтчалы аңарар еталық. Алоша кыратық аңарар еті. Оны олақ ұбайын олақ батыға жарыды. Кен сетті әм ажыбыттар мән олақ. Білінтін уже кыра ол үйіз класс. Жолыс 400 классқа берінер.
Уолаттар бу браксаттар та жүйдер. Веребик көтөбүт, үлелибит, барыбиге сайын аттуут. Кыгын атети мус бутун саалы бут. Уолаттар бәйлер мустарын келдерелер. Оннати хылга хаганы бик үтҗебит, хылгылакбыт. Оны по хозяйствете ынак элбак бар. Хайыңыт төр ынакка мекемелер. Келдерелер. Оны бәбит дойкалакпын аны көмелерлер. Оны хайыңыт төр улук улут төр проблема хоганы көмелерлер. Конечно, есть время у мальчиков и на спорт. В Новый год они получили главный подарок – боксерскую грушу и с большим желанием занимаются боксом. Как давно ты занимаешься боксом? Кто тебя приучил? Папа, наверное, да? Да. Вот расскажи. А потом я пошел в школу, там тренируюсь. Меня там учитель тренирует. А какие у тебя успехи? Ты уже где-то участвовал в соревнованиях или, может быть... Я соревновался в детском садике и в школе тоже. Спорт – главное увлечение в жизни братьев. Благодаря снарядам, установленным дома папой, мальчики каждый день занимаются физическими упражнениями. Лёш, а что вы с братом еще любите делать? Играть, работать. Вот, а как любите работать? Мы любим таскать лед домой. А с папой что вы любите делать? Работать. Джулус и Алеша, несмотря на свой возраст, Джулусу 11, Алёше 9,5, они главные папины помощники. Владимир Афанасьевич держит в подсобном хозяйстве лошадей. Их содержание требует большого ухода, и помощь приемных сыновей бесценна. Есть у мальчиков еще одна работа – очистить лед и занести его в дом. Судя по тому, как они ловко работают топориками, для них это привычное и несложное дело. Братья знают, что лед очень важен дома как источник питьевой воды, и поэтому трудятся добросовестно и умело. Помогая по хозяйству, братья учатся работать, выполнять поручения родителей. Они растут приученными к труду, становятся приспособленными к деревенской жизни, что, конечно, поможет им в будущем. Людмила Ильинична и Владимир Афанасьевич вырастили родных детей достойными людьми и также воспитывают приемных мальчиков. Уолаттар бите иппиттен астанабыт, үйрәбит Бәйбі бәйбит. оғылар бұд. Олынлық тұспа туара оғылар ден олық қаябақ бұд қамдағына. Атақ біделлер приемный оғылар болаларын бір әтәбіт бол әтәбіт. Атақ олы бәйбіт ұбайдара ана білілер бұраттарын. Әжілдері менірі көбілілер. Бұқ кенелері уақатанматтар. Өсі білерін ол сенер бітін көсөллер, сенер бітін арачыталар. Ағым соқтар иккен, оғының тақтылдар осайынан иккен. Әлбәқ қаты барыстырдақты, күріп күлі бері, жалдар жоңған үрі яғасты, бары білілер. Мұты бұхи иккен тұбылу жағынан жоллақ бұд. Оғылары ғылам әттон кілері үләхет, өрәқтәқ болула аталарға бағара бұд, онды өретәбет, онына. Бәбит оғылар бұтын онды кымық иппиппет, ол олнық көрді ийтәбет, келілері қады иппиппет та оннық жоңы төсі ғаннақ, культуралақ, олаларға бағара бұд. Оныты өрәқтәқ болан, Үләхет болуқтыр. болаларға олық бағара болақ бұд.
Ама төрөппүт тугол боллаат. Жоло. Мы провели в гостях у приемной семьи Яковлевых полдня и за это время смогли еще раз убедиться в том, что детям важно и нужно жить в семье с мамой и папой. Ведь благодаря этому дети обретают твердую почву под ногами и опору на всю жизнь. Познакомьтесь с Захаром. Меня зовут Захар, мне 13 лет. Я учусь в 6 классе, учусь хорошо. Сейчас я люблю играть в волейбол, я хожу на кружок. И я люблю очень спорт, поэтому я читаю энциклопедию про спорт. Я бы хотела учиться на тренера. Работать я хотела бы тоже тренером. По какому виду спорта? По волейболу. В свои 13 лет я имею очень много грамот. Вот. Диплом второй степени награждается победитель всероссийского конкурса «Надежда России». По характеру очень такой общительный, достаточно скромный, стеснительный, умеет как бы и поддержать контакты и со взрослыми, и с маленькими детьми. Захар любит заниматься в медиацентре. Захар, мы с тобой участвовали в международной олимпиаде. Давай посмотрим, вот вчера пришли результаты. Давай посмотрим, какие ты результаты достиг. Вот я уже вижу, если красным, это значит ошибка. Прокручивай, что дальше. По каким темам мы с тобой еще давай посмотрим. Вот видишь, вот где красное, да, ваш ответ. Разносторонний и любознательный, Захар в полной мере сможет реализовать свои способности в семье.